тілді менімен бірге 10 күнде үйрен. Бүгін бізде 3-ші сабақ. Сәлем, менің есімім Динара. Орыс тілінде сауатты сөйлеуге және сауатты жазуға үйретемін. Парақшамда күнде бір сабақтар шығатын болады. Сол үшін де міндетті түрде тіркеліп кет. Ал бүгінгі сабақта откуда деген сұраққа жауап беріп үйренеміз. Откуда қазақ тілінде қайдан, қай жақтан деп аударылады. Демек сізге біреу ты откуда, сен қайдан келе жатсың деген сұрақ қойса, онда из немесе с бірлігін бірін қолданып жауап бересіз. Қазір мені мұқият тыңда. Алдыңғы сабақта біз қайда бара жатқанымызды в немесе на бірлігін бірін қолданып жауап бергенімізді айтқан болатынбыз. Егер сен оны көрмесең, міндетті түрде оны қарап шық. Егер сен бір жаққа бара жатқаныңда в бірлігін қолдансаң, онда ол жақтан келгеніңді айту үшін из бірлігін қолданып жауап бересің. Мысалы, мен дүкенге бара жатырмын, я иду в магазин. Мен дүкеннен келе жатырмын десек, онда из деген бірлікті қолданамыз. Я иду из магазина болады. Из деген бірлікті қолданамыз. Сондай-ақ, мен мектепке бара жатырмын, я иду в школу. Мен мектептен келе жатырмын, я иду из школы. Из школы. Из деген бірлікті қолданамыз. Енді бір жаққа бара жатқан кезде на бірлігін қолдансаң, ол жақтан келгеніңді айту үшін с бірлігін қолданасың. Мысалы, мен жұмысқа бара жатырмын, я иду на работу. Ал жұмыстан келе жатырмын десек, я иду с работы. С деген бірлікті қолданамыз. Сондай-ақ, мен базарға бара жатырмын, я иду на базар. Мен базардан келе жатырмын, я иду с базара. С деген бірлікті қолдандық. Басқа да сабақтарымды көру үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеліп кет. 4-ші сабақта біреуге бара жатқанымызды, бір жаққа жақындағанымызды орыс тілінде айтып үйренетін боламыз.